Сәлем баршаңызға. Мен бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, сочный және қамыры езілмейтін, жабыспайтын мантының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркеліңіздер. Алдымен нанын дайындап алу үшін бізге бір жұмыртқа керек. Бір жұмыртқаға су қосып, тұзымызды қосып, ұнымызды қосып, жақсылап тестасын дайындап аламыз. Суы қатты көп болып кетпеу керек. Енді сіздердің қаншалықты нанның қамырын дайындауыңызға байланысты болады. Мен жарты қасық саламын, көз мөлшерімен кейде өлшеймін. Және 500-600 граммдай ұн қосамын. Қамырын осы рецептпен жасасаңыздар өте керемет бір өте эластичный болып шығады қамыры. Сондықтан осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Бірінші суымызды қосқаннан кейін барып, соған байланысты ұнымызды ақырын-ақырын қосып отырамын. Жақсылап нанымды, қамырымды илеп аламын. Қамырымыз дайын болған соң барып, жақсылап тағы арасында нелер қалып қалмау керек. Ұндары шығып қалмау керек. Мен жақсылап екі қолдап прям илеуін қандырып илеймін. Содан кейін барып нанымды өзімнің керек 4 бөлшегіме бөліп алып қоямын 15-20 минутқа. Нанымды 4-ке бөлемін. Мен өзім көз мөлшерімен 4-ке бөлемін. Сіздер егер бастапқыда істеп жатсаңыздар, өлшеп барып қойсаңыздар болады. Осылай дайындап, 15-20 минутқа бастырып қоямын. Жақсылап бойына алып, наным дайын болу үшін. Сосын барып фаршымды жасауға кірісемін. Қосатын фаршыма мен 4 картопты алдым және 2 пиязды қосатын боламын. Сіздер қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Егер картопты фарштарыңыз, еттеріңіз көп болатын болса, соған байланысты жартылай фарш, жартылай картоп қойсаңыздар болады. Негізі сол фаршпен наполовину дейді ғой, солай болса өте дәмді болады. Ал пиязды мен аса көп қоспаймын, 2 штук маған жеткілікті. Сонда сіздерде фарштарыңыз, мантыға қосатын начинкаларыңыз өте сочный болып шығады. Картошкамен қосылған манты әр қашанда дәмді және өте домашний манты болып шығады. Осылай кубиктап турап аламын, пиязымды, картопымды барлығын кубиктап тураймын. Міне қараңыздар, осылай тұзын қостым. Және қалауларыңызша қара бұрыш қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып,
және мен кішкене өзімнің күйдіріп қойған үш майымды үгіттеп саламын. Сонда сіздердің фарштарыңыз, мантыларыңыз өте майлы, дәмді, сочный болып шығады, нағыз сочный. Осылай жасап көріңіздер, сіздерде өте дәмді. Егер үш май табылмаса, сіздер жай кәдімгі сұйық майды қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, кішкене мен тағы май қосып жіберемін. Маған осылай майлы болған манты өте қатты ұнайды. Құрғақ болмас үшін. Сосын барып, дайын болған тестамды жайып, өте жұқалап жаямын мен. Сосын түйіп, мантымды қазанға саламын. Міне өте жұқа қылып жайдым. Осылай мен көз мөлшерімен кесіп аламын. Сіздер өз қалауларыңызша кессеңіздер болады. Фаршымды дайындаған соң барып салып, түйуді бастап кеттім. Бұл нағыз домашний қазақи манты. Маған барлық мантыларды жеп көрдім. Тек қана пиязбен, етпен қосылған мантыны да жесем, маған ол жерде картошка жеткіліксіз болып тұрады. Аралары кішкене тығыз болып қалады. Ал картошка қосса, мантыларыңыз өте дәмді, бір балансты ұстап, сочный болып ажыратылып, еттері бөлек ажыратылып тұрады. Жегенге өте жеңіл. Осылай түйіп алған соң, мен қазанға саламын. Бірінші қазанға салмас бұрын осылай листтарымды майлап саламын. Астарыңыз дәмді болсын.